Егер етіңіз аз болса, осы тағамды дайындап көріңіздер. Бешбармақтан да дәмді болып шығатын бұл тағам бірі білсе, бірі білмес. Білмегендер сақтап алыңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. 2 жұмыртқамызға жарты кесе жылы суымызды, 1 ас қасық тұзымызды салып, ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау емес, қатты емес, орташа мөлшерде қамыр илейміз. 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін подливасын дайындаймыз. Подливкасын майымызға пиязымызды қызартып қуырып алып, оның үстіне 4-5 етіп туралған етіміз салып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай томатты, тұзын салып, сәбізімізді, картоғымызды салып, тағы да кішкене 1-2 минуттай қуырып, суымызды құйып, бетін жауып, асты орташа отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. Жұқалау қылып жайылған қамырымызды осылай оқтауға орап, осылай турап шығамыз. Міндетті түрде осы ажыратып отырыңыздар, себебі жабыс қалуы мүмкін. Қайнап тұрған суымызға пісіріп аламыз. Бірден легенімізге салғаннан соң подливканың майын осылай құйып, жабысып қалмау үшін араластырамыз да бетіне саламыз. Ас болсын.